Қолыңнан келгенше қайырымдылық жаса және оның қайтарымын күтпе. Абыройың аспандап тұрса да, қарапайымдылық қасиетіңді жоғалтпа. Бәрекелді бағдарламасының бүгінгі басты кейіпкерінің өмірлік ұстанымы осыған саят. Ендеше жақсылыққа жаны құштар жалынды жаспен таныс болыңыздар. Мен Сейтимов Олжас Нұрланұлы 1991 жылы 28 шілдеде Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Базартөбе ауылында дүниеге келген болатын. Мектеп табалдырған Базартөбе ауылында аттандым. Содан кейін мына қалаға қоныс аударуыма байланысты осы Орал қаласында Жылаев орта мектебінде бітірген болатын. Енді ең алғашқы осы өнер әлеміне, өлең әлеміне алып келген менің ұстазым деп айтуға болады Ташаева Гүлмира Қазғұловна. Оқушы кезінде Олжас гуманитарлық бағыттағы пәндерді сүйіп оқыған. Ал есепке келгенде кібіртіктеп қалатын едім. Балалықпен жасаған қателіктерімді кешіріп, тәртібімді түзеуге тырысқан мұғалімдеріме мың алғыс дейді кейіпкеріміз. Сыныптағы журналымды қарап отырмын. Бестігімді көргенде қуанып, үштігімді көргенде осы ұстаздардың көзінше кішкене ұялып деген сияқты. Сондай бір сезімдемін. Оның бәрі уақыт өте келе айналып қайта келемін, білімнің біліп тереңін деген өлең сөздері ойыма келіп отыр. Мектеп бұл бәріміздің жүрегімізде. Мәнерлеп оқуға жақсы болды. Оны жаңа баулыған ұстаз өзі айтты, Ташаева Гүлмира Қазғұловқызы деп. Сол кісінің еңбегімен біршама жетістіктерге жетті. Қалалық облыстықты айтпағанның өзінде жаңа республикалық Мұқағали оқулары дегенге барып, Олжас жүлделі орынмен оралды. Мәнерлеп оқу сайыстарында көптің арасынан суырылып шыққан Сейтимов өзінің ең алғашқы авторлық туындысын 4-ші сыныпта жазған екен. Әлбетте, ол кездегі өлеңдердің мағынасы жеңіл, ұйқастары да әлсіз болатын. Әлі де толықтыра түсетін тұстар баршылық. Көш жүре түзеледі. Өзінің табандылығының арқасында кейіпкеріміз поэзия патшалығына қарай сенімді қадам басып келеді. Менің өзімнің бөлмемде әр уақыт күні, әр күн сайын светіп жануы, қағазбен қаламсауым дайын тұратын. Оның бәріне анам әрқашанда маған қолдау білдіріп, ардақтап мәпелеген асыл анам, ақылымен ақ сүтімен асыраған. Өмір бойы өзіңді пір тұтармын, қанша кезең өтсе де ғасырлаған. Анашым ақ түсіпті шаштарыңа, әжімнің білініп тұр қатпарыда, мен мүмкін сол қатпармен тей-тей басып, өмірдің көтерілі масқарына. Анашым, бір өзіңді мақтан етем. Жол шықсам, қиялмайтын шаққа жетем, санамды сарғайтады жалғыз арман. Мен қашан ақ сүтіңді ақтар екем. Жақсы бір адамдармен кездескенде, жақсы бір әңгіме қозғалғанда шабыт оянады. Бір ақынды көріп қалсам, немесе бір әншіні көріп қалсам, бір сондай бір адамды көріп қалсам, танысуға тырысам. Сол кісімен өлеңін оқып сырттай қанық болғанша онымен бетпе-бет жүздесіп сөйлескенге не жетсін. Өнерліге өріскен, өмірде болып жатқан түрлі жайттарды өлеңмен өрнектеп жүрген жалынды жастың музыкадан да хабары бар. Дәлірек айтсақ, әнші досы Айбар Сапышпен бірлесіп жұмыс жасауда. Негізгі бағыты рэп. Жастар арасында жақсы танымал жанрдың беделін көтеруге үлес қосу оның басты мақсаты. Үміттер үзілмесін атты жеке рэп альбомым бар. Ішінде 10 трек бар. 10 тректің 10-ы да үмітке үндейтін дүниелер. Банағы жаныңда жақсы адам, өмір таңда үміттер үзілмесін. Мейлі ол жұмысшыма белгілі әртіс пе, қоғам қайраткері, бөлмейік түр түске. Бос уақыты жоқ оның әрдемі бір істе, олағатты ұлы істің маңызы тек күште. Сен оны байқамайсың тірліктің қамымен, өркеуделі жүзі жайсаң өзгеге жаны кең. Әр істерге бастама арттарына халық ерген, өскелең бұл ұрпаққа үлгі бола білген. Осындай бағытта. Жайық жұртшылығынан танымал Данияр Ахметжанов, содан кейін алматылық ағамыз бар, Назар Сұлтанбаев деген, соларды тыңдаймын. Соларды үлгі тұтамын, өйткені олардың
әрбір жырларының өзінде бір ащы шындық бар, адамгершілік бар. Менің де мақсатым қазір осы өнерде жүргендіктен талантты жастар қаншама, соларды жарыққа шығару. Танылмаған талант жобасы енді Жайық жұртшылығына 2012 жылдан бері таныс. Содан кейін 3 жылдай тоқтап қалды. Енді отбасылық жағдайларға байланысты, әркімнің өзінің шаруасы бар дегендей 2015 жылдан бастап ұйымдастырылды. Биылғы жылы бұл жарқын жоба жоғары деңгейде өткізіледі деп жоспарлануда. Алдағы уақытта тек қаламен шектелмей, аудан ауылдарда қамтылмақ. Өйткені алыстағы елді мекендерде танылмай жүрген таланттар қаншама. Өзінің жан жақтылығын іс жүзінде байқатып жүрген Олжас қайырымдылық деген ізгі ұғымды терең түйсінеді. Шама шарқы жеткенше мұқтаж жандарға жәрдемдесіп жүр. Ол енді отбасында алған тәлімді тәрбиенің жемісі. Адамды алға жетелейтін үміт. Мейірбандық айлығы аясында кейіпкеріміз ұйымдастырған концерттің үміттер үзілмесін деп аталуының өзінде үлкен мән жатыр. Қайырымдылық қорларына бір кішігірім ақшамызды аудардық. Бұл ағамызбен менің танысуым бір ерекше жағдай болды. Өйткені облыстық бір суретшілер сайысында мен өзім ол кісінің суреттерін көріп қараған болатынмын. Содан кейін ой туындады. Аға, мен осындай концерт жасайын деп едім. Концертімнің құрметті қонағы боласыз ба дегенде, ол ағамыз қолдады мені. Я, әрине келем деп. Бұл енді сурет үшін де, немесе бір өнер саласында жүрген адам үшін де халықпен бірге болу, жастардың өнерін көру, ол бір биік саты болып есептелетін сияқты. Бай болу міндет емес, қайырымды болу үшін. Сенің жүрегің ақ болу керек, адамдарға деген ниетің. Тек ол менің бір жеңісім емес, Жайық жұртшылығы Батыс Қазақстан облысының жастарының бір жеңісі деп білемін мен өзім. Осы кезге дейін Олжас шығармашылығына қатысты әртүрлі пікір естіді. Бірі сынаса, енді бірі мақтады. Айтылған жайттарды кейіпкеріміз ой елегінен өткізіп, қажеттісін санасына сіңірді. Қандай масала болмасын, табысқа жету оңай емес. Ол үшін ең алдымен табандылық қажет. Таңдап алған бағытыңды шынайы жақсы көрсең, кез келген кедергіден өте аласың. Өнер жұтамас байлық. Сейтімов осынау құнды қазынаның қадір қасиетін түйсініп, тылсымына терең бойлағысы келеді. Ұстанымы өмірдегі бұл өнер олимпиадасына шығу, және де қолымнан қандай көмек келеді, көмектесу. Өзінің қолына жеткен жетістігін бағаламай жататын жандар бар. Мен ондайлар жандардың қатарынан емеспін. Мен қолды барды қадірлеуге тырысамын. Өзіме ұнайтын қасиетім бұл бір істі бастасам, соңына шейін шығаруға тырысамын. Ұнамайтыным мақтаншақпын. Бұнда да орынсыз емес, өз-өзін тәубаға шақырамын. Кейбірде болады, қолынан дым келмейтін адамдар саған қарап тұрып, сен қолынан ештеңе келмейді деп айтады. Бірақ сен соның бәріне сынбауың керек. Алға қарай жүруің керек. Асылжан Губайдуллин атты режиссер бауырым бар. Клип түсірумен айналысады. Сол жігіттің де ең бірінші, ең алғашқы жеңісі деп ойлаймын. Сол мен сені теңеймін жарық күнге бейнебаяны жеңіл ән, махаббат тақырыбында. Жаным, әнім, бағым, сенсің арай таңым. Сәулем, сен ғой күнім, арналар жырым бүгін. Мен сені теңеймін жарық күнге, кездесуші едік біз айлы түнде. Екеуміз жүрейік қол ұстасып, кетпегін алысқа болшы бірге.
соқса егіз, болсаң егер ғайып, сүрмеспін өмір сенсіз. Мен сені теңеймін жарық күнге, кездесуші едік біз айлы түнде. Екеуміз жүрейік қол ұстасып, кетпеген алысқа болшы бірге. Қаншайым сен жүрек еркесі, қасыңа шақыршы келдеші. Мұз болған жас жүрек сезімін, дем беріп жаным сен емдеші. Талайға ән болған арман қыз, бейнеңмен өн бойды жауларсыз. Тек сенің қасыңда жүрейін, сезімім сергек боп армансыз. Назар сал көңіл бөл қарағын бір жаққа, мен жігіт сыртаны сенбесең мен тақпа. Бұл жырдың мәні де әні де өзіңсің, өзіңе арналған жырымды сен сақта. Мен сені теңедім теңеуім күлкінге, сен маған ұнайсың егерде сен білсең. Айнала бөленер қара түн жарыққа, жымиып назар сап жаным ау сен күлсең. Мен сені теңеймін жарық күнге, кездесуші едік біз айлы түнде. Екеуміз жүрейік қол ұстасып, кетпеген алысқа болшы бірге. Мен сені теңеймін жарық күнге, кездесуші едік біз айлы түнде. Екеуміз жүрейік қол ұстасып, кетпеген алысқа болшы бірге. Мен сені теңеймін жарық күнге. Алғашқы ісіміз болғаннан кейін қателіктер болды, жасамаймыз оны. Келесі бейнебаяндарды жақсы бір сапада түсіреміз деген ойдамын. Бір жылдың ішінде бір-ақ рет жаз болады. Ағаш шөптер, гүл жапырақтар бір-ақ рет жасарады. Осы секілді адамның басына жастық екі келмейді. Жастық біздің өміріміздің жазы. Жаздан кейін күз келеді. Сол секілді жастықтан соң кәрілік жетеді. Шаруасына жинақы кісілер жаз күні қыстың азық түлігін даярлап қояды. Адам да жасында өнер, білім, жақсы мінездерді бойына жинауы тиіс. Мұнсыз ол қартайған шағында рахат тіршілік ете алмайды деген екен Міржақып Дулатов. Ұлтымыздың ұлыларының осындай даналықтарынан Олжас секілді барша бүгінгі буын өкілдері ғибрат алу керек. Болашақта жоспарларымыз көп. Осы орайда мына бір жайтта айтқым келіп отыр. Мәдени орталықтардың жалдау ақысы қымбат. Егер осы жағын кішкене төмендетсе, жайық жұртшылығын біріктіру мақсатында біздер едәуір үлес қосар едік. Қазіргі таңда 2 ән жазып жатырмын. Өзім жеке, енді тек рэпер ретінде танылып емес, немесе жоба автор ретінде, ұйымдастырушы ретінде танылмай, әншілік қырымды көрсеткім келеді. Спортпен де шұғылданамыз аздап. Яғни салауатты өмір салтын ұстанып жүрміз. Ойға алған жоспарларымды жүзеге асырамын. Бойымда жалыным барда қалайша тосыламын дейді Олжас. Шығармашылығымды шыңдап, білікті мамандардың кеңестерін тыңдап, өрге өрлесем дейтін Сейтімовке сәттілік серігің болсын дейміз.